Қалың бір түннің жұлдызды қонағы әнші Маржан Арапбаева. Қазақстан дауысы мега жобасының тәлімгері жеңісіне сенімді ме? Сахна сыртындағы қызықтар жайлы бүгін. Ендеше қымбатты көрермен, көп созбай ортаға шақырайық. Қазақстанның Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші Маржан Арапбаева бүгін біздің студиямызда. Вау! Қош келдіңіз. Көңіл-күй керемет секілді, расымен де. Біздің ұшып келдік, көк диванға қалай жайғаса кетті. Жараса кетті. Тамаша. Енді расымен де энергетика туралы басайықшы, бірден энергиясын шашып жүреді. Үнемі. Мен жалпы Маржанның көңіл күй түсіп, ешкіммен сөйлеспей, амандаспай, жарқырап, ән айтпай жүрген көрмеппін. Ондай сәттер әрине болады, міндетті түрде. Енді оның барлығы мен үйде, өзімнің жаңа жекеменшік территориям дейміз ғой, сол жерде мен кәдімгідей уже былай айтқанда дем оламын. Ал бүгін шын мәнінде өте ерекше күн болып тұр. Бүгінгі күнім керемет концертпен басталды. Қалеке өзіңіз жүргізуші болдыңыз, сосын мен корпоративтарға бардым, кәдімгідей неше түрлі ұжымдарға, былай айтқанда жаңа жылдық мерекелер басталып жатыр әртүрлі. Сол жерден ән салып тікелей міне сіздерге жүгіріп келдім. Ол жерден былай айтқанда жалпы көрерменнен тек қана энергия жинамағанда, бір күш жинамасам, ол шаршау деген мүмкін емес. Мен қайтаға зарядталып келетін. Шаршап үйге барған кезде үйдегілерге бір ұрсып, мені мазаламаңдар, мен шаршадым, мен демалам дейтін сәттер болады. Ашуыңызды үйдегілерден аласыз ба? Жоқ. Енді олай дұрыс емес, мен жұбайым айтады. Сенің жұмысын сыртта қалу керек. Жаңағы болған бір жағдайларды үйге, балаларға көрсетуге болмайды деп мен ылғи да үйретеді, өзінің кеңесін береді, ол өте дұрыс. Бірақ әрине тиіспен әр дейтін де кездер болады, әрине шаршаған кезде, оны жасыратын түгі жоқ. Мен әдетім бар таңғы жаңағы 7-8-де ең кішкентай қызымыз оянады да, есікті жай ашып, былай сағалап қарайды. А мен сезіп тұрам ғой, қарап тұрған, мен бүйтем. Кет деген сөз. Өзі жай ғана естіп жүріп кетіп қалады. Сондай қызықтар болып жатады. Негізі жалпы мен үйде өмірде қандаймын, үйде де сондай өте көңілдімін. Баламен бала болып кетемін. Олармен секіріп билеп кетемін. Жалпы үйде мен мүлдем басқа, сондай қатал анамын, ал бұл жерде сондай көңілді басқаша адамын деп айта алмаймын. Жалпы 80% ылғи да осындай болып жүруге тырысамын. Енді жаңа жыл келе жатыр, расымен. Өзіңіз айтқандай, отбасымен қарсы аласыз ба? Уақыт табыла ма? Жоқ, мен тойда боламын. Уақыт табыла ма? Өте дұрыс айтыңыз, Әйгерім ханым. Мен жыл сайын, осы қанша жыл болды Астана қаласында тұрып жатқаныма, 17 жыл болды ма, 17 жыл тоқтамай, былай айтқанда далада концерттерде жұмыс істеп келе жатырмын. Түнгі сағат 12-де де? Бірақ 12-де міндетті түрде осы 3 жылыма қатарына мен осындай не қойып қойғам, өте маңызды жаңағы шарттар. Мен 12-де мен міндетті түрде үйде болуым керек балалармен. Кәдімгідей дастарханда бірімізге тілек айтып, концерт көріп, 12 бам деп сағат тұрған кезде бірімізді құттықтап дегендей. Үлгермей қалған сәттер болды ма сол 12? Әртүрлі сәттер болып жататын. Бірақ жалпы енді биыл да солай істейтін жоспарым бар. 12-де міндетті түрде дастархан басына тағам әзірлеп, балалармен қарсы алып, сосын жаңағы алан бар, бәйтерек бар дейма, неше түрлі әдемі сахналарға барып ән айту ол міндетті түрде. Халықты құттықтап жүресіз. Әрине. Тамаша, керемет. Енді Қазақстан дауысы жобасы. Аха. Енді сіз бұл жобаны қызу үстінде. Аяқталуға шақ қалды. Неше қалды? 2 шығарылым қалды. Ой, қимай жатыр. Тікелей эфирлер басталды. Тартысты эфирлер. Ой, қызықты болайын деп тұр. Сіз үшін жалпы бұл жобаның енді ерекшелігі өткен маусымдарға қарағанда деп сұрайықшы алдымен. Қатысушылар қандай дәрежеде сіз үшін? Мен үшін өткен маусым болсын, екінші маусым болсын, балалар жобасы, енді 3-ші рет отырмын ғой тәлімгер ретінде. Мен үшін таң қалудан шаршамайды. Еш жалықтырмайтын жоба. Өйткені мен айтам, не деген бітпейтін
жастар талантты қай жақтан табылып жатыр бұлардың барлығы бітпейді. Бұл айтқанда 100-деген 115 150 адам тыңдаймыз, соның барлығы өте сондай талантты, әрине барлығын топқа жинап алу деген мүмкін емес, саналған орындар бар. Сол себептен өкінішті сәттер болады, қоштасуға тура келетіндей. Бірақ мен ойымша дәреже өте мықты, жастардың дәрежесі өте мықты. Нақты вокал жағынан, музыкалық қабілеті жағынан қарайтын болсақ, енді өз саламды айтамын, өте сондай қатты дамып кеткен. Олардың қазір техникасы, орындау тәсілі өте мықты. Мен олардың жасаған мелизмдарды біз жасаймаймыз, шыны керек, мойындау керек. Қаншама қадам алға жаңағы дамып кеткен. Дегенмен таңдау жасау керек. Дегенмен таңдау жасау керек. Кім кеткен кезде мысалы ерекше жүрегіңіз ауырды? Кім? Сіздің мысалы. Мен өткен аптада дуэт бро деген жігіттер бізде қонақта болды. Сол жігіттер кеткен кезде қатты бір жаман қасиетім, жүрегіме қатты жақын қабылдаймын. Солысы өте жаман. Маған жұбайымды айтады, болды ғой, ұмыттық, болар іс болды. Жігіттер ренжіген жоқ па? Себебін айтайық, бұл жерде қымбатты көрермен білмейтіндер бар шығар. Биыл Қазақстан дауысы жобасының бір ерекшелігі тікелей эфирде дауыс беру арқылы өтеді қатысушылар, және бір қатысушыны қалдыра аласыздар негізі. Шарттары кішкене басқашалау. Сәл басқаша болды. Мен алдымда бұл айтқанда екі қатысушылар болды. Ол біреуі дуэт бро ағайындылар, екіншісі Махамбетәлі Әбілда. Енді мен бір сәтте мен дуэт броны таңдайын. Жоқ, Махамбетке көбірек мүмкіндік беру керек. Дуэт бро қазіргі таңда қалыптасқан талай деген байқауларды бағындырған, өздерін көрсеткен уже бұл айтқанда әртістер ғой. Махамбетәліға көбірек демеу керек, қолдау керек деп біресе бұлай, біресе мұн құбылып, мұн ойым ауысып, дегенмен де ең соңғы сәтте мен осындай шешім қабылдадым. Махамбетәлі ағай өтсін деп. Мен ойымша Махамбетәліді көптеген дауыс жинамаса да, бірақ оның қалай айтсам болады, потенциалы, харизмасы өте ерекше. Ол деген ешкімге ұқсамайтын жігіт, шыны керек. Мен туысқаным емес, мен көршім емес, мен болған өмірімде бірінші рет келіп көріп тұрмын. Бірақ соншалықты мен жүрегіммен қатты оны қолдағым келеді. Енді өйткені ол жігіт деген өнерлі. Ол деген бізге өткенде сұхбат білесіздер ғой, оның жағдайын. Енді мен ерекше адам болғаннан кейін, жалпы ерекше адамдар бар, мотиватор, солар сияқты өзгелерге көмектескім келеді. Егер жеңіске жетіп жатсам, сол қаражатыма бір жылға пәтері жоқ жандарға жаңағы ақшасын төлер едім деді. Мәссаған. Өзіне емес, өзгелерге жаны ашып. Негізінде өзі де енді бұл айтқанда тәтті, бақытты балалы шақты кезген жігіт емес. Анасымен таныстым, өте қиыншылықтан көп өткен жігіт. Сонда да ешқашан ешкімге қиыншылығын көрсетпейді. Мен сонысына таңғаламын. Бірақ Маржан айтты, мен тәлімгерім, сен даусыңды әлі мүмкіншілігін көрсетпей жатырсың. Даусыңды қос, көрсет деп айтып. Айттым. Ол енді кішкене бұлай, вау, I feel good деген жақсы көрді кішкене. Мен мынау алып таста, вау, пауынға жет жоқ. Вокал, бұл Қазақстан дауысы. Даусыңды көрсет. Өтінемін, тағы да вау дейтін болсаң, менен таяқ жейсің деп ұрысып қоямын ғана жерде. Енді Махамбетәлі таңдадыңыз. Махамбетәлі таңдадым. Дуэт бро жігіттер, өте талантты жігіттер. Бірақ сіздің пікіріңізбен, сіздің таңдауыңызбен келіспейтінін жеткізіп, ренішін білдірген екен, Білдірді, жасыратын түгі жоқ деп айтпай қояйын. Енді негізі менде ол жобаның басқасына жүрдім ғой. Әрине, әр адам білдіре бермейді көбіне қатысушылар. Өте дұрыс айтасыз. Мен айтайын, дәл сол өткен аптада қаншама талантты әншілер кетіп қалды. Төлеген ағаның тобынан, Жанар Дугалова, Қуандық Рахымның тобынан кетіп бара жата, ешқайсы ренжісін білдіріп, өкпесін айтқан жоқ. Бірақ маған келгенде барлығы ренжіп отыр, білмеймін неге екенін. Келіп айтты, біз ойлаймыз, әділсіз болды. Біз бір басқа бір сатыға жоғары болдық деген кезде мен айттым, жігіттер олай жасаудың қажеті жоқ, шыны керек. Мен мықтымын, мен артықпын біреуден деген қасиет ол алыс қалып бармайды ешкімді. Бір саты артық болсаңыздар, оны көрермен көрді, өз бағасын беріп жатар. Мүмкін мен қателескен шығармын, бірақ кешірім сұраймын. Сіздерге осындай мүмкіндік бермей, өткізбей қойғаным үшін мен кешірім сұраймын.
мен үшін сіздер өте таланттысыздар, дара тұлғасыздар, екі дауысқа орындап қалай айтып жатасыздар, арттарыңызда қаншама былай айтқанда жанкүйерлеріңіз бар деп мен жұбатуға тырыстым, бірақ кішкене ашуға салған кезі болды, әрине. Ағайындылардың біреуі. Мен оған бірақ реніш білдірмеймін, ол эмоция. Ол деген өз-өзіне ішіне қайнап жатқан жаңағы сезімін жасыра алмады, бірақ ол да дұрыс шығар, шынайы. Өнер жолында бұл мінез кедергі келтірмей ме? Қалай ойлайсыз? Келтіреді. Ол міндетті түрде келтіреді. Мен жүрген жерімде айтамын. Көмекшім болсын, қасымдағы жаңағы тәрбиелейтін балалар болсын, өзім тобымда болған кезінде Z триосы деген балалар. Жалпы енді оқушылар болсын, сабақ берген кезде вокалдан. Мен ылғи да айтамын, адамды, әртісті бірнеше қасиет артқа тартады. Ол деген еріншектік. Мен ойымша бірінші орында тұрған ол еріншектік. Екінші ол деген жаман мінез, тәкаппарлық. Мен білемін, маған ақыл айтпай қойыңдар, мен деп қалған жаңағы меншілдік дейма, қалай айтсам болады. Ол деген алысқа бармайды. Және үшіншісі, енді білмеймін, мысалға келтіретін болсақ, осы жаңағы жаман мінезбен еріншектік. Өте қанша талант болсаң да ол саған кедергі келтіреді. Әрине. Өйткені қалай болса да міне бастап келе жатқан қадамын, жаңадан бастап келе жатқан әнші, міндетті түрде ол деген тәлімгерін, қанша жылдық тәжірибесі бар ұстазын, енді былай айтқанда ақыл шынай айта алатындай адамға кішкене құлақ салу керек деп ойлаймын. Жоқ, сіздікі дұрыс емес, мен өзім білем деген адам алысқа бармайды ешқашанда. Және де көптеген жобалардан қалып жатқан да әншілер бар, өкінішке орай. Неге десеңіз, оның жаңағы жаман қасиеттері, еріншектігі, жаңа жазғысы келмейді, кешігіп қалады, санаспайды, тыңдамайды, басын ие салу деген мақұлсыздығы дұрыс, сіздің айтқан болсын дегендей жаңағы білдіріп жатпайды осындай. Және өзгелерді мойындау бұл үлкен бір қасиетті расымен. Дегенмен енді бұл жобаның аяқталуына аз ғана уақыт қалды ғой. Кім жеңіске жетеді? Төрт тәлімгердің арасынан. Кімнің тұлпары оза шабады? Мен өте бұл сұраққа жауап беру шынайы өте қиын. Үш рет отырдыңыз. Бірақ енді бір рет жеңіске жетпедіңіз. Жетпедім. Түйсік бар ғой. Әйелдердің интуициясы, түйсігі деген бар. Мен шыны керек, білмеймін, мен үшін өте мықты қарсылас ол Толғанай, Төлеген ағаның тобындағы Толғанай өте керемет вокал техникасы, барлығы өте мықты, өз-өзіне сенімділік, өз-өзін ұстау деген, былай айтқанда, анау қалай айтсам болады, енді салыстырғым келмейді, бірақ енді жылқылар шауып баратқанда алдындағы тұлпар, мынау жетеді, жеңеді-ау мынау тұлпар дегендей бір ставка қоясың ғой енді, тәуекел деп. Сол секілді мен ойымша әбден жеңіске лайық, мысалы. Төлеген ағаның тобынан қарайтын болсақ, Жанар Дугалының тобындағы кешірім сұраймын, Мұхаммедәлі Жүгінісов. Артында қаншама поклонниктар бар, кішкентай кезінен, мынандай кезінен бастап сахнада ән айтып келе жатқан жігіт. Қуандық Рахымның тобында Азамат деген өте талантты. Бірақ дегенмен деген білмеймін, бұл жерде спорт секілді. Екі мықты боксшылар рингқа шыққан кезде бап шабама деген біздің жиі айтатын сөздеріміз бар ғой. Сол секілді қалай болады екен мен айта алмаймын. Бұл жерде дауыс, көбінесе шешетін дауыс, көрермендердің дауысы. Бірақ әрине үмітім бар, менің тобымдағы балалар жеңсе екен деп. Жеңіске жетсе, сіз продюсер боласыз ба сол балаға? Әбден мүмкін, неге болмасқа. Менде тәжірибе бар, қандай бағытта жұмыс істеу керек екен, кіммен қалай сөйлесу керек екен, мен осы қайдың кішкене біліп алдым, таныстар бар сіздер секілді деген. Неге болмасқа, барлығы әбден мүмкін. Тамаша. Жоқ, расымен де енді Қазақстан дауысы жобасында әрбір тәлімгердің өзара бір іштегі арманы, іштегі бір бәсекелес бар негізі. Бірінші кезекте бәсекелес және әсіресе уақыт жақындаған кезде бәсекелестік шыға бастады. Тікелей эфир басталған кезде көбіне. Шығады. Ол деген мына жері өтірік болар. Жоқ, бізде бәсекелестік жоқ. Бірақ сый құрмет деген нәрсе болады, бірімізге сыйлау. Не болса да ішімізде әрине. Әркім өзінің баласына жаны ашып тұрады. Мен баласым жеңсе екен деп ана жері дірілдеп кетесің, былай айтқанда эмоцияға беріліп. Ондай сезім әрине міндетті түрде әрқайсымызда бар. Сол себептен енді менің балаларым жеңсе екен деген
тілегім бар. Құрметті көрермендер, осы сәтте пайдалана тұра, міне аз ғана қалды, 2-ақ эфир қалды. Махамбет әлі Әбілда және де Азамат Төрехан. Мен тобымдағы 2 жігітке дауыс беріңіздер. Ұнаған жігітті алып шығайықшы жеңіске. Өтініш. Көмектесеңіздер, мен сіздерге ет асып беремін деп. Дастархан жайып, той жасаймыз. Жақсы. Қазір бізде шағын ғана үзіліс. Үзілістен соң сұхбатымызды жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз, Маржан Арапбаева бүгін бізде қонақта. Керемет. Түнгі уақытқа қарамастан атмосфера деген мына жер өте керемет болып тұр. Көңілге тамаша. Жаңа жыл келе жатыр өйткені. Енді осы жаңа жыл жаңа айттыңыз, үйде қарсы алуға тырысамын деп. Дегенмен қыздар бәрібір өткенде ғана кішкентай қыздың туған күні, сіз жолдан кешіктіңіз, ұшақ кешікті, әзер жетіп әйтеуір қызды құттықтап үлгеріп, оны әлеуметтік желіге жүктедіңіз ғой. Жалпы қыздар қазір көп уақытты талап ететін шығар, анашым бізге уақыт бөліп, мында барайық, мында барайық. Көңіл-күй түсіп кетеді, тағы кеттім ба, ән айтуға дейді, жұмысқа кеттім ба, бүгін бармайын деп алдай салшы. Не деп алдаймын десем, ауырып тұрмын деп алдашы дейді ғой. Сол сияқты әрине қимайсың. Мен бармасам кім ақшаны табады деймін ғой. Мама, кеше тауып қойдың ғой, сол ақша бізге жетеді дейді, көрдіңіздер ме? Қимайды ғой енді, түсінбейді. Бірақ мен бүгін қыздармен сөйлестім. Бүгін таңғы ас ішіп атып, мен айттым, қыздар, менде сендерге ұсыныс бар дедім. Қандай мама деді? Өзіміз отбасылық семейный корпоратив жасап жүрсек қалай қарайсыздар? Жаңа жылдық дедім. Күшті, мен күшті қараймын деп, ортан қызым сондай өзі нәзік. Активисткалар болады, барлығын қолдап ататын, ата-анасын көңіліне қарайтын, сондай ешкімді ренжіткісі келмейді, сондай өзі ортан қыз. Мен дұрыс қараймын, қайда барамыз? Караокеға деп ше. Мультфильмдағы жаңағы әртүрлі мультфильмдағы әндерді орындаймыз, жаңа приз ұтамыз деп санап. Сөйтіп жатырмын, қашан барамыз? Ертең дегесің ғой. Бірақ ертең ойлап қарасаң, так, ертең менде қайтадан қолым тимейді екен ғой. Так, ертең емес, может быть, арғы күні деп қойсын. Мен білем, қайтадан болмайды. Жоқ, міндетті түрде болады. Бір күн табам деп уәде бердім енді. Бұл айтқанда хотя бы 1-2 сағатқа міндетті түрде біз сондай отбасылық корпоратив жасасақ па деген ойымыз бар. Биылдыққа. Ал жолдасыңыз сізден солай талап ете ме уақыт? Маған көңіл бөл. Бүгін ешқайда бармай-ақ қой. Жоқ. Керісінше қалма, бар, міндетті түрде бар. Жаңа мен айтам, санаулы минут қалды, тікелей эфир, үлгереміз ба, жоқ па? Үлгереміз, уайымдама деп ошып сізбен бірге жүрді. Иә, мінім көлікте күтіп отыр қазір далада. Мен алып келді, ұят болады көрермендерден деп. Үлгерсек болды ғой. Сонымен жаңа сіздердің қызметкерлеріңізбен хабардамыз, ұялы телефон алып қойып жаңағы үлгеріп жатырмыз. Иә, міне 5-10 минутта ошыңыздар деп жаңағы берғай ошып, деп жүгіріп келген сәтіміз. Өте қуаныштымын. Негізінде сіздердің бағдарламаңыз маған өте қатты ұнайды. Өйткені бұл жерде шынайылық бар. Жаңа жаңалықтар елге шықса болды. Сол жаңалықтардың кейіпкерлері осы жерде отырады осы диванда. Сонысы мен қызық бұл бағдарлама. Рахмет көп сізге. Және әрине осындай керемет жүргізушілер, Ғалеке, Әйгерім ханым сияқты қандай керемет жүргізушілеріміз бар, журналистеріміз. Біз мақтануымыз керек. Біз отырып, Маржан бізді мақташы деген. Үзілісте айтып алған сияқтымыз ба? Рахмет көп. Шымкент жаққа барасыз ба жаңа жыл өткен екен мысалы? Жақында ғана барып қайттым мен. Үй жаққа, ауыл жаққа деп айтсам болады. Бірақ январь айында жоқ, бармайтын секілдімін. Мен январь айында міндетті түрде осы бос айды бұл айтқанда пайдаланып, қыздарымды алып бір жылы жаққа ұшып кетсем ба деген ойым бар. 1 апта емес, 2 апта емес, 3 апта емес, тіпті 1 айға барғым келіп тұр. Мен енді оны Шымкентте сұрап отырған әкеңізге қаншалықты көңіл бөлесіз? Көңіл бөлуге өте қатты тырысамын. Ол кісі енді қартайған сайын адамдар деген шыны керек бала болып кетеді, бір нәрсе болса жылап қалатын әдет пайда болыпты папамызда. Мен енді деп, папа қойыңызшы деймін ғой мен. Жоқ, енді сендер уайымдап деп жылай салады.
папа актерсыз, таза актерсыз деймін да мен. Осындайды қашан қоясыз деп не қыламын, бірақ шынайы жылағысы келіп тұратыны зейнеткер, иә. Ол шынайы жасандылық емес, шынайы жылап қалатыны, енді ол мен ойлаймын жас келе әр адам сөйтеді деп. Өзіміз ертең қартаямыз, өзіміз де сондай жасқа келеді. Балаларымыз сәл звондамаса, сәл көңіл аудармаса, денсаулық сұрап қалайсыз деп бір кішкене көңіліне қарамаса, бізде сөйтіп қаламыз ғой, бізді де ол ертең күтеді ол жағдай. Сол себептен оның барлығын түсініп, ау, не болды, қалайсыздар, демаласыздар ма, кішкене жаңағы маған денсаулыққа көңіл аудару керек еді, реабилитационный, қазақша қалай айтсақ болады екен. Оңалту орталығына бару керек дейді. Қашан десем, ертең көктемде дейді. Көктемде не қыласыздар, қазір барыңыздар деймін ғой мен. Қазір от жағу керек, анауымыз бар, мынау басталады ғой ол кісілерді ауылда болғаннан кейін. Енді сондай максималды түрде көңіл аударуға тырысамын. Енді бұл айтқанда 6 баланың ішінен жарып шыққан мен болып тұрмын ғой, шыны керек. Мамам айтатын еді, марқұм, әр әулеттен бір ғана адам жарып шығады. Ол үлкен бір тал секілді, ағаш секілді. Ол деген алма береді дейді жаңағы. Алма береді, бірақ дейді ол ағаштың астына тек қана тынығып демалу үшін бару керек. Оның алмасын жұлмаңдар деп. Сол кезде не айтып тұрсың, мама деген кезде зиянын келтірмеңдер, ештеңе сұрамау керек, онымен мақтану керек, оған қайтаға жаңағы қолдау көрсету керек. Сол алма ағаштың астында тынығып демалып, бір күш жинап алу дегендей, солай түсіндіретін. Мен ойлайтын енді, осындай көкеміз бар ғой біздің әулетте деп. Сол кісінің ылғи біз генерал ағамыз бар, Сәттібек ағамыз, сол кісімен қатты мақтанатынбыз, иә. Әлі де мақтанамыз. Ал енді қазір өсе келе мен түсінемін, мәссаған біздің отбасымыздың ішінен шыққан мен екен ғой жаңағы алмағаш. Өз-өзім мақтап жатқан жоқпын, бірақ сондай секілді, иә. Бауырларыма қолымнан келгенше көмектесуге тырысам, бірақ әрқайсының Құдайға шүкір жағдайлары жақсы, баспаналары бар, бала шағалар бар, барлығының білімі бар, анамыз оқып кеткен, барлығымызға жоғары білім берген. Әттәссін әлеті дейтін мамам. Менің соңғы көйлегімді сатсам да барлықтарымды оқытуым керек, ол менің парызым деп сөйтетін. Сол себептен барлығымыздың біліміміз бар, аяқ-қолымыз аман, жұмыс істейміз. Сондай, бірақ осындай. Сондай, бірақ осындай деген қалай кетті, Ғалеке? Енді 2024 жыл. Жаңа жылға бәріміздің бір жоспарымыз бар, бір күтетін дүниеміз бар. Сіз не күтесіз 2024 жылда? Не жоспарлап отырсыз? Мүмкін үлкен кеш ұйымдастырасыз, көрем тыңдарманға, мүмкін әндер. Жоспар деген нәрсені өте қатты жақсы көремін. Білмеймін, не деген адаммын деп өзіме таңғаламын. Неге мен ондаймын деп. Менің жоспарымда Құдай қаласа мынандай ашу, анан бүйту деп адамдар айтып жатады ғой. Менің аса қатты жоспарым жоқ, менің жоспарым өмір сүру, күліп ойнау, ән айту, сол тапқан ақшаға ел көру, жер көру, бала шағымды оқытсам, бүгінгі күнмен өмір сүресіз, иә сіз? Бүгінгі күнмен өмір сүру, бірақ сонымен қатар әрине ертең күнді ұмытпау керек, әрине. Ол да бар ғой міндетті түрде, бірақ жоспар деген маған аяқ астынан келе салады. Мысалы, жеке концертін беру міне, қазір ойландым да, тарс болды. Миыма кірді, келесі аптада мен дайындала бастаймын. Сондай, яғни алдын ала бір жарты жыл бұрын жоспар құру дегенді ұнатпаймын, шыны керек. Мүлдем ұнатпаймын. Және де жалпы интервью беруді де ұнатпаймын. Фотосессияны ұнатпаймын. Өз өнерімдегі қыр-сырымды айтып берейін. Фотосессия жасауды ұнатпаймын. Интервью беруді ұнатпаймын. Және де жеке концерт дегенді де қатты ұнатпайды екен, неге екен білмеймін. Енді пісіп келе жатырмын. Есесіне ән жазуды ұнатасыз? Ұнатамын. Сосын тамақ пісіргенді ұнатасыз? Жұртқа позитив сыйлағанды ұнатасыз? Сосын ол деген міндет. Жалшылт етіп шопинг жасағанды, жарқырап жүргенді ұнатады? Сосын ұнатамын. Ұрысып қалған адамдар болса, құрбыларым, соларды достастырғанды ұнатамын. Олар дос болып құшақтасып бір-бірлерін кешірші мен деген кезде содан қандай күшті іс жасадым деп өз-өзіме мақтанып қоямын ғой. Сондай бір сәттер, былай айтқанда кішкентай бір, былай айтқанда мелочь шығар, бірақ сондай кішкентай ғана болмайтын нәрседен ләззат алып қуанғанды ұнатамын. Болды. Жоспарым ол бала шағамды өсіру, тағы ана атану. Тағы жоқ, тағы ана. Ондай жоспарым жоқ. Шатыстырмаңыздар деп қойсам ғой. Иә. Енді жақсы жоспарларға
жеткім келеді, оның барлығы мынау мидың ішінде, Біз басының ішінде. тілекшіміз, Маржан ханым тілекшіміз. Енді өзіңіз айтпақшы, сұхбат беру ұнамаса да, бүгін біздің ұлттық Уақыт арнаның тапшы болса да. ұлттық арнаның көрерменін сіздерді сыйлап келген Маржан ханымға алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз. Расымен де сіз келген кезде біз қуат аламыз. Біз сізден қуат аламыз. Сіз көрерменнен алып Мен келесіз сіздерден ғой? алдым қуат. Біз сізден алып келеміз. Енді сіз жиі бізден алып келіп келіңіз. тұрыңыз. Уәде, жиі келіп тұрам. Жақсы. Керемет, Қымбатты рахмет. көрермен, Маржанның уәдесін алдық. Егер Қазақстан дауысы жобасында жеңіске жетіп жатса, ет асам деді. Бүкіл көрерменді шақырып ет асам Иә. деді. және. Міндетті түрде. Және сұхбат бергенін ұнатпаймын, бірақ мың бір түн ұжымы сұхбатқа шақырса, келіп үге жалықпаймын деді. Рахмет. Рахмет сізге. Иә, келер жылы сәтті жыл болсын. Жаңа жоспар барлығымыз. құрмайын деп жатырсыз. Дегенмен де ең жақсы, бір жақсы көретін адамдарымыздың аман болып, еліміздің тыныштығы ғой ең бастысы. Әрине, ең бастысы. Және әдемі әндер, мағыналы әндер, өмірге позитив сыйлайтын әндер көп болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Сондай әннің бірін дәл қазір біздің көрерменге арнасаңыз. Ондай болса, келе жатқан жаңа жыл мерекесімен барша көрермендерді құттықтай отыра, жаңа жыл деген жақсы, бұл айтқанда кавер варианты, бұл әнді алғаш орындаған Бәйтерек тобы. Сол кісілердің рұқсатымен осы әнді орындап шыққан болатын. Былтырдан бастап орындап жүрмін. Ал ондай болса, мен ән салайын, сіздер билеңіздер. Ғалымжан билейді мені. Микрофонды аламын, иә? Маржан мен Арапбаева сізбен арнайы О, сіздер рахмет. үшін ән Осы жерде шырқайды. иә, Иә, осы ортаға келіңіз. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар, қымбатты көрермен. Ғажайып ертегі әлемі менің төсімде, есігімді біреулер қағады ашып көргенде, аязада шақармен бірге келген қонақтар, бәріңді қолдарында бізге арнаған сыйлық бар. Жайнашып келе жатыр қалайық, бәріміз қарсылайық. Жайнашып келе жатыр ал қане, ойын салып тұрайық. Бала кезім